Павлодар қалалық нөмірі 2 сотында полиция қызметкеріне қатысты сот үкімі шықты. 10 мың теңге пара алмақ болған тәртіп сақшысы шенінен айырылып қана қоймай 500 мың теңге айыппұл төлейтін болды. Сондай-ақ өмір бойы мемлекеттік қызметтен шеттетілді. Экс-полицей қызметтік лауазымын пайдаланып заңсыз әрекетке барған. Ол жол ережесін бұзған бір жүргізушінің айыппұлын базадан алып тастау үшін 10 мың теңге пара сұраған. Жүргізуші оны жемқорлықпен күрес қызметінің мамандарына ұстап берді. Суд приговорил Каржаспаева Алибека Талгатовича признать виновным в совершении. Сот Каржаспаевқа 500 мың теңге айыппұл төлеп, өмір бойы мемлекеттік қызметтен шеттетіледі деген үкім шығарды. В размере 50-кратной суммы взятки, то есть в сумме 500 тысяч тенге. Сот процесіне жазаға тартылған бұрынғы тәртіп сақшысының әріптестері қатысты. Осы секілді жемқорлыққа қатысты сот отырысы енді қарапайым тәжірибеге айналмақ. 2018 жылдан бастап біздің департаменттің бастамасымен сыбайлас жемқорлық бұзушылықтармен байланысты қылмыстық істер бойынша ашық сот отырыстарын өткізу тәжірибесі бүгін өз жалғасын табуда. Бұл шара жалпы Павлодар облысының сотымен бірлесіп жүргізіледі. Және аталмыш ашық сот отырыстарының негізгі мақсаты осы сыбайлас жемқорлықты алдын алу шараларын күшейту. Бұрынғы полиция қызметкеріне айыппұл төлеу үшін 1 ай уақыт берілді. Талап орындалмаған жағдайда бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Зұлқарнай Ермұратұлы, Гүлмира Бақтиярова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.